Қасында осындай керемет иттер бола тұра, қасында жылқы бола тұра, неге малды бағу қиын деп ойлайсыздар. Себебі қараңыздар, ана жақта анау линия передачаны көріп тұрсыз ба, соның ар жағында уже егін. Артымда мына талдар бітетін жерде әне сары болып тұр ғой. Сол жақта уже егін. Артта ауыл. Егін былай жалғасып кете береді, мына жақта былай жалғасып кете береді. Ол жерлер әлі егілмеген, рұқсат бермейді. Таптатпайды. Вообще болмайды. Штраф. Білмеймін қандай штраф екен, әйтеуір келіп айғайлайды бізге постоянно. Міне малдарды айдап шығып жатырмыз наконец-то. Әні бізді иттер келе жатыр. Қуады, если что. Эй! Иттер. Ой, сиырлар иттің дауысын естісе болды, қаша ауыз кетті. Мынау апарып қосып жібереді, бөлініп кеткен жерін. Ой, молодец. Красавчики. Молодец. Жабай алмағаштың түрі осындай болады міне. Еш обрезка жасалмаған, қаралмаған. Бірақ міне гүлдеп жатыр. Табиғаттан не болсын әдемі? Әдемі нәрсе бар ма екен табиғаттан? Малды қайырып жатырмыз, мына қалған сиырлардан бөлініп кеткен соң. Ой, молодец.